Сәлеметсіздер ме достар, арнаға қош келдіңіздер. Гайморит мұрын қуысының қабынуынан болатын қауіпті сырқат. Оны асқындырып алмау жолдары туралы кеңестер айтатын боламыз. Гаймориттің менингитке әкелетін қаупі бар болғандықтан, өз бетінше емделмей міндетті түрде дәрігердің кеңесіне жүгінген абзал. Ал менингит қаупі туралы осы жерде оқуға болады. Сіздермен бірге денсаулыққа кеңес арнасы. Құрметті оқырман, біздің арнамызды 79% тіркелусіз қарайды екен. Егер де сіз осы видеоны көріп отырсаңыз, арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. Қазақша контенттің дамуына атсалысыңыз. Мұрынды кез келген тәсілмен булуға болмайды. Өйткені біріншіден шырышты күйдіру қаупі бар. Екіншіден мұрын қуысына ірің жиналса ауруды асқындыру әбден мүмкін. Сондықтан да гайморитке шалдыққанда дәрігерге қаралып анықтап алу керек. Диагностика үшін тиісті анализ алынып, мұрынның риноскопиясы жасалады. Кеңсіріктің қосалқы қуыстары рентгенге түсіріледі. Бұл ауруда антибиотиктермен және әртүрлі ерітінділермен мұрын жуу әдістері арқылы емдейді. Мұрынға арналған тамшылармен физиоем тағайындалады. Гайморит әбден асқынып кеткен жағдайда ғана дәрігер инемен тесуіне ота жасау арқылы ем жасайды. Мұрын қуысын тесіп, жуу емдеудің ең ауыр және басқа нәтиже бермейтін жағдайда қолданылатын түрі. Егер дәрігер қабынудың себебін дұрыс анықтаса және дұрыс дәрі-дәрмектер ұсынса, бұл тәсілге жүгінудің қажеті жоқ. Гаймориттің пайда болу себептері: суық тию нәтижесінде мұрынның ұзақ уақыт бітелуі. Вирустар мен вирус жұқпасынан болған гайморит аса емделуді қажет етпейді және көп жағдайда өздігінен жазылады. Бактериялар мұрын қуысын бактерия жұқпасынан болған гайморит әлде қайда қауіпті. Себебі кеңсір көп мөлшерде ірің жиналып, тыныс алу жолдарын бітейді. Соның салдарынан вирус әлсіреген басқа дене мүшелеріне әсер береді. Дер кезінде емделмеген тіс шиегісі кариесті гайморитке әкеліп соғады. Ауру қабынған қан тамырларының әсерін болуы мүмкін. Инфекцияға қан арқылы ағзаға түскен инфекциялық гайморит пайда болуы мүмкін. Бұл көбінесе балаларда кездеседі. Аллергендер, яғни аллергиядан пайда болған гайморит аса ұзақ уақытқа созылып, науқастың дұрыс тыныс алуына кедергі келтіреді. Дәрігердің айтуынша, бұл дертпен ауырғандар көбінесе суық мезгілінде ауырады. Яғни қыс және көктем күз айларында гайморитпен сырқаттану қаупі өте жоғары. Әсіресе жеңіл киініп, денсаулығына немқұрайлы қарайтындар көп шалдығады. Сондықтан гаймориттің алғашқы белгілері байқалған соң бірден отоларинголог маманына көрінген дұрыс. Гаймориттің белгілері: ұзақ уақытқа созылған мұрын ауруы және бітелуі, көздің жасаурауы, басты төмен еңкейткенде маңдай тұстың солқылдап ауруы, дене қызуының 38 градусқа көтерілуі. Кейде созылмалы гайморит кезінде дене температурасы қалыпты болады. Әлсіздікпен тез шаршау, мұрын қуысының үнемі бітеліп тұруы салдарынан оттегі жетіспеушілігі себепті жағымсыз сезімдер пайда болады. Тәбет төмендеп, көңіл күй нашарлайды. Мұрыннан сары жасыл түсті сұйықтықтар ағады. Көп мөлшерде бөліну мүмкін. Бет сүйегінің ауырсынуы сезімі бұл әсіресе қабынған жақ тұсынан байқалады. Кейде осы негізгі белгілер ауыздан жағымсыз иіс шығуы, тіс пен құлақ ауруы қосылады. Гаймориттің орналасуы анатомиялық жағдай бойынша ген арқылы беріледі екен. Демек, ата-ананың бірі бұл сырқатпен ауырса, балаға да берілуі мүмкін. Мұндай балалар мейлінше салқын тигізбеу, тұмау ауруының кез келген белгісі байқалса, дереу алдын алу керек. Гаймориттің үй жағдайда емдеу жолдары: лимонды шырынмен мұрын қуысын жуу. Бір тал лимонды бір стақан қайнаған суға қосып, шприцтің көмегімен кезек-кезек танау қуысына жіберу керек. Судың температурасы қан жылым болу шарт. Екіншісі, картопты қабығымен қайнатып, суын төгіп тастап, басыңызды бүркеп буымен тыныстаңыз. Барынша мұрынмен демалған жөн. Ескертеміз, бұл қатты ыстық болмауы тиіс.
Екіншісі, 10 шақты лавр жапырағын қайнатып, үстіне 1 ас қасық ас содасын және ас тұзын қосып, жылы күйінде мұрын қуысын жууға болады. Бірақ бұл мұрын қуысын жуғанда далаға шығуға болмайды. Үшіншісі, 1 шай қасық глицеринді 4 шай қасық сумен араластырып, үстіне 10 тал мумия таблеткасын қосасыз. Жақсылап араластырып, күн сайын 3 мезгіл мұрын қуысына тамызу керек. Емдеу курсы 3 апта 5 күн үзіліс жасап, қайтадан қайталауға керек. Ем болсын, достар. Видеоны жақындарыңызбен және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз.